Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін алояның пайдасы мен зияны туралы айтатын боламыз. Каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып, өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз. Дәріханаларда сатылатын экстракт алояның құрамында 1 мл ерітіннің құрамында белсенді зат құрғақ алоэ сығындысы тотығымен есептегенде 1,5 мг қосымша зат натрий хлориді инъекцияға арналған су. Тәніңізді тыныштандыратындай ванна қабылдағыңыз келсе, 3 ас қасық шырынды 2 стақан түске және жалбыз тұнбасын қосып, жылы ваннаға қоссаңыз, мұндай ваннада 15 минут жатуға болады. Егерде күйік шалғанда, іріңді жаралар пайда болғанда, алоэны қойып дәкемен таңып тастау керек және де әр 2 сағат сайын ауыстырып отыру керек. Таптырмас ем. Ол үшін алоэның жапырақтарын жуып, бинтке қойыңыз да аздап жаншыңыз. Содан кейін барып ауырған жерге қойыңыз. Аяулы нәзік жандарымыз алоэдан маска жасай алады. Ол үшін алоэның 1 ас қасық шырынын мен қаймақты араластырамыз, оған жұмыртқаның сарысын қосамыз. Қоспаны таза бетке жағып 15-20 минут ұстаңыз да жылы сумен шайып тастаңыз. Нәтижесінде теріңіз жылтыр толығына түседі. Иммунитетті көтеру үшін алоэ шырыны мен балдың қоспасын жасайсыз. Шырынды алу үшін 15 см болатын бірнеше жапырақтың үзіп алып су мен 1 рет шайып жіберіңіз. Таза стақанды дәкені немесе марлыны аласыз. Қолыңызды тазалап жуыңыз да сол марлының бетіне әбден кескіленген алоэны қоясыз. Оны қолыңызбен қатты сығып, су стақанға тамызасыз. Дайын шырынды балмен араластырасыз. Бұл қоспаны күніне 3 рет 1 шай қасықпен тамақтан жарты сағат бұрын ішіп тұрыңыз. Пайдалану уақыты 3 апта. Егер суық тигізіп алсаңыз, алоэның жаңадан жасалған шырынын әрбір 3-4 сағат сайын 2-3 тамшыдан тамызып тұрыңыз. Бұл әдісті 2-3 күннен артық жасауға болмайды. Егер сізде гастрит, асқазан жарасы болса, немесе тәбетіңіздің жақсартқыңыз келсе, күніне 2-3 рет алоэ шырынын ішіңіз. Ларингит, тамақ ауырсынуы кезінде тамағыңызды, аузыңызды алоэ шырынымен шайыңыз. Мінеки, терезеңіздің алдындағы алоэның бір бойында осыншама үлкен дәріхана жасап алуға болады екен. Оны пайдаңызға жаратыңыз да суғаруды ұмытпаңыз. Алоэ шырыны иммунитетті нығайтып, пайдаланылған өндіріс бұйымдарын бастапқы қалпына келтіріп, бактерияға қарсы күресе алады. Басқа өсімдіктер секілді алоэ да көміртегіні жұтып, оттегіні шығара алады. Сондықтан да оны ұйықтайтын немесе адам көп жүретін бөлмеге қойған жөн. Алоэны кімдерге қолдануға болмайды? 2 қабат әйелдер, бүйрек, өт қабы, цистит, геморрой ауруларымен қиналатын адамдарға кері әсер етеді. Сондықтан қан қысымында ауытқушылығы бар адамдарға да алоэ жақындауға кеңес берілмейді.